Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер? Қазақстан тарихы пәні бойынша сабағымызда пайдалануға болатын жасанды интеллект құралдарын қарастырамыз. 5 сынып 2 тоқсан. Сабақтың тақырыбы алтын адам археологиялық олжасы. Оқу бағдарламасына сәйкес оқыту мақсаты қазақстандық ғалымдардың археологиялық жаңалықтарын білу, есік обасынан табылған алтын адам археологиялық олжасының ерекшеліктерін анықтау. Оқушылар ойынды немесе қосымшаны жасау үшін вайп-кодинг құрастыру қажет. Ол үшін сабағымызға байланысты біріншіден оқушылар тапсырма дайындап алады. Одан кейін ChatGPT-ге кіріп, жасалатын ойынның вайп-кодинг құрастырып алады ChatGPT арқылы. Ол үшін дайын тапсырманы, мысалға бірінші топ бізде тест тапсырмасын жасайтын болса, дайын тест тапсырмасын көшіріп аламыз да ChatGPT-ге саламыз. Телефонда ашылатын аң стиліндегі дизайнмен әр сұраққа 1 минут таймері бар. Дұрыс жауап жасыл, қате жауап қызыл болатын дайын HTML ойын файлын жасап бер деген сұрау жіберетін болсақ, жасанды интеллект бізге бірден осы ойынға байланысты вайп-кодинг дайындап береді. Бұны 4 немесе 5 минут күтеміз. Код толық жазылу керек. Қарап тұрсаңыздар, код жазылып жатыр. Толық осы ойын бойынша. Енді осы кодты біз предварительный просмотр басатын болсақ, осындай түрде біз HTML ойыны шықты, яғни алтын адам тақырыбы бойынша тест. Бірінші сұрақ: алтын адам қай жерден табылды? Есік, яғни дұрыс жауабы жасылмен белгіленеді. Алтын адам қай жылы табылды? 1954 десек, қызыл бұл дұрыс емес жауап. Келесі топ жалған ақиқат тапсырмасын жасаған. Бұл жерде, яғни дайын тапсырманы ChatGPT-ге салып, тура сондай сипаттамамен, телефонда ашылатын аң стиліндегі дизайнмен әр сұраққа 1 минут таймері бар. Дұрыс жауап жасыл, қате жауап қызыл болатын дайын HTML ойын файлын жасап бер деген сұрау жіберу арқылы бізге дайын код жасанды интеллект жасап берді. Енді осыны көретін болсақ, предварительный просмотр. Бұл жерде тура сондай промпт арқылы жасалған ойынның, яғни дизайн стилі бірдей, бірақ тапсырманың мәні, мазмұны әртүрлі. Бұл жерде ақиқат жалған тапсырмасы берілген. Мысалға, алтын адамның киіміндегі әшекейлерде аң стиліндегі бейнелер кездеседі. Бұл ақиқат, яғни дұрыс жауап. Келесі сұрақ, көріп тұрсаңыздар, таймерде 1 минут сұраққа берілген. Осы кодты скачать етіп аламыз, яғни біздің компьютерімізға кез келген уақытта ашуға болады.